тойым болады сөзсіз менің, бірақ дәл қай күні екенін айта алмаймын. Бүгін міне 69-лардың керемет 40 жылдық кездесуінде барша достарға билетке қайтармаймын. 14-ға тасылар оған сондай, қартында қайта алмайды бір ән салмай. 25-тің бәрінде сабылдыртам, апаларға қыз күнін сағындыртам, жаным деген жүрекке от беремін, шабам деген жүрекке ат беремін. Мен бар жиған тергенімді осындай тамаша той қылып өткеремін демекші. Жылдар тұмшыласын, тойымыз той қыласын, той думанның қызығы екінші ақ қызырдың басына жалғасын. Самал жерді бетке алып, жақсылықты еске алып, сәлем бір тағыда баршаңызға қайырлы кеш шақырып қойған тамаша. Бар екеніңіз білдіріп, бір нар екеніңіз білдіріп, бір тұл шапалақ бір өздеріңізге болсын. Кеш құтты болсын қойған тамаша. Қош келдіңіздер тамаша. Мереке құтты болсын. Жалпы көңілдеріңіз қалай демалып жатырсыздар? Кеш шығып жатыр ма? Тамаша. Көңіл отырыңыздар. Ал кешіміз тағы жақсы әнмен жалғайық енді. Әңгімеден ажыртып бағана кештің басынан таңнан бастап енді ән орындап жатырмыз. Тағы бір керемет ән орындап, одан бір тілегіміз береміз. Сосын тағы да керемет өнердегі біздің әнші бауырларымыз келіп отыр. Сіздерге жақсы әндерді шырқайды. Мереке құтты болсын. Астанада отырыңыздар. Махаббатсыз дүние жоқ дейді ғой, иә? Бірінші махаббат деген бар. Бала махаббат деген бар. Дұрыс қой. Бақтыңыз жас болдыңыздар, ғашық болдыңыздар, қыжыртып жүрдіңіздер, шаңырақ көтердіңіздер. Міне қазір Алланың қалауымен Аллаға шүкір. Біреуіңіз апасыздар, біреуіңіз атасыздар, немере шөбере сүйіп отырсыздар. Қазақта келген сөз бар. Ол қызды өскенше бағасың, немере шөберені өлгенше бағасың. Ол қызың өсіп кетеді, немерең түбіңе жетеді дейді. Сондықтан осындай көз көрген немере шөберен заман болсын. Махаббатсыз дүние бос дейді ғой. Махаббат деген ол сезім. Әрине, әр нәрсеге махаббат бар. Туған жерге махаббат бар, анаға, әкеге махаббат бар, досқа деген махаббат бар, жарына деген махаббат бар. Бірақ мына өмірде шын сүйіп қосылған екі жастың махаббаты ешқандай махаббат жетпейді екен ғой. Сондықтан енді дастарханымыздың басымен қазір бір керемет ән туынды мен ашайын деп отырмын. Бұл әнді енді хит болып кеткен ән негізінде, бірақ көбісі біле білмейді. Бұл әннің орындаушысы мен екенімді. Мен сені көргім келеді деген бір жақсы әнді тартып өтейін. Дастархан басына махаббаттарыңыз еске түсіп жүрмесін, айтып қояйын енді. Бірінші махаббаттарыңыз еске түсіп жылап жүрмеңіздер қазір. Сезімнің қорғаушысы мен енді бола алмаймын. Екеуміз кейбір тағдыр жетпедім менде де бар айып. Сен болдың енді ғайып, айтылып мәңгі жолдар кеткеніңе. Болмаса өтер мекен жүрегім жыртылып, кеткені кетті мені. Білмейсің сен қалай, сүйдім сені құлай, қалдым сау мен сені. Өзімде басқа ешкім болмайды, көңілім сенсіз қанат алмайды. Мен сені көргім келді, сағынып сол күндерді, өтінді жаным күйіп. Жеткізбей жолдар саған, қарсы болып жатсам маған, сонда жүрмін сүйіп. Мен сені көргім келді, сағынып сол күндерді, өтінді жаным күйіп. Жеткізбей жолдар саған, қарсы болып жатсам маған, сонда жүрмін сүйіп. Sen ойлап күнді өтті, сен ойлап түнді өтті, сағынышқа салып оттай ыстық мені. Өтсе де қанша уақыт, таба алмай басқа бақыт, тұрады көргім келіп әлі сені. Болмаса өтер екен жүрегім жыртылып, кеткені кетті мені. Білмейсің сен қалай, сені сүйдім құлай, қалдым сау мен сені. Өзімде басқа ешкім бола алмайды, көңілім сенсіз қара алмайды.
тамаша міне осындай кереметтей әңгімемізді шығардым. Махаббат деген ыстық қой. Жүректе отыратын иә? Астарыңыз әнді басталып отырыңыздар. Рахмет, көп рахмет. Ал енді әнші жырлайды, әзілдейді, шыңдайды. Бесіктегі балада әнді салсаң тыңдайды дейді. Мына өмірге құштар құмырсқа күн батқанша тынбайды. Осының бәрі бір мысал, адам еңбегімен шыңдайды дейді ғой. Сондықтан мынау еңбектеріңіз әрқашан шыңдала берсін. Ұлыңыздарыңыз аман болсын. Өміріңізде қана жақсылық, мереке, той болсын. Жегендеріңіз мөлшермен қойдың еті болсын, сүйгендеріңіз тағы да немере шөберенің еті болсын. Ал махаббат баянды болсын деп бір керемет махаббат ішінде бақтың балшаларынан алып қойуға болады қана деді. Көтермесін алып қойыңыздар. Астарыңыз әнді болсын. Ал енді мен тілеген бір жалғастырып берсем болатын шығар, иә? Бір жақсы кереметтерімізді сақтап отырайық, жалғастырып отырайық. Маған сыртта керемет ойындары болды. Есте қалатын ойындары болды. Bir balon şapka bir sayfada bakmaydık mı var mı? Күшті болып керемет. Алып қойыңыздар. Астарыңыз әнді болсын енді. Мен жақсы деген айтын. Ортаға билеп шығасаңыздар, билеп шығыңыздар. Билеп шығасаңыздар, орындарыңызға отырып айта берсеңіздер болады. Абсалимов Самат ағамыз бар ғой, дұрыс қой, фамилияңыз дұрыс па? Сәбит па? Абсалимов Сәбит ағамыз. Манашева, иә? Манашева Нұргүл, сосын Дагалбаева Халида. Дұрыс па? Есімдеріңіз орнында? Ортаға енді билеп шықсаңыздар болады. Келіңіздер, сіздермен билеп шығыңыздар, екеуіңізді билеп атсаңыздар болады. Мен ақырын бір ән қойып жіберейін. Ал, келіңіздер ортаға. Осы сіздерге шамалы соққан түлектің үйіне алғанға мұр түсініп қойыңызшы. Дұрыс қой? Сәбит аға кімді соқпай отыр, сол үйіне ұры түссін. Әзір ғой, ұры түспей қойсын, одан алған мұр түссін. Тамаша. Қош келдіңіздер, мереке құтты болсын. Енді екінші дастарханнан енді тілектестер бастайсыздар. Астарыңыз әнді болсын. Алып отырыңыздар, енді құлақтарыңызды кереметтерге тұр отырыңыздар. Арқашылы бір біде, енді Сәбит ағамызға бастайық. Қасыңыздар, қыздар, келіп шығыңыздар. Ал құрдастарым, бүгін бір қуанышты күн болып жатыр. Бәріміз басымыз қосылып, жас кезімізде есімізге алып, бір жас қыздар ұқсап жатыр. Сендер күтіп, бізді өстіп жинастырып, сендерге рахмет. Жастық күнімізді есімізге алып, жастық махаббатымыз жоқ енді бұяқта. Басқа класста болған енді де болған. Халида, ұзын бар. Ал дәуренге, балаларға қосайға рахмет. Осының бәрін ұйымдастырып жүгіріп жүргенде бәрі күшті болып жатыр. Тамақтардың бәрі ыстықтай, бәрі свежий кеп жатыр. Қамалға да күшті екен, қамалға балаға да рахмет. Видео түсіріп жүрген балаға да рахмет. Қанат қалып жүгіріп жүр. Келіндерге рахмет, бағанын бері қайтаурын. Біздің балаларға бала шағасын көбейтіп, осыларды өсіп өндіріп жатыр. Осыларға қызмет жасап жатқан келіндерімізге рахмет. Бірақ бізге де рахмет айтыңдар. Өзімізге қимай міне балаларды осы сендерге беріп. Қазақта не болады, жақсы нәрсе
Қонаққа жібереді ғой сол сияқты. Айран алтындай балаларымыз болса сендерге беріп, біздерге рахмет айтыңдар. Солай. Жамбас жігіттен қыз Салида қайтып келейік. өзім шамай сол сүйекте жамбап қалды ғой. Сүйексізде қалды. Бәрінен де мына Қанаттың туған күні есімнен кетпейтін өмірі. Ол кезде ана мұғалімнен қатты қорқады екенбіз ғой дейін. Намысыншы қорқады. Зинагүл апай келе жатыр дегенде туған күнде бәріміз қашып шыққанбыз ғой. Содан мен жалаң аяқ қашып кеттім. Соны даже білмеймін ғой, даже жалаң аяқ шыққанымда. Ана қасымда Бақытжан бар болатын, сол айтты. Ей, сенің аяқ киімің жоқ қой деп, жанымы жауып тұр ғой, аяғым алып. Қайтадан келдім, қайтадан кесем. Зинагүл тәтемен Қанат мамасы екеуі сөйлесе ана огород жақта кетіп баратыр екен. Сонан кейін үйге кіріп кеттім, аналар кетіп баратыр екен ғой деді, кірген аяқ киім киейін дедім ғой. Сөйтсем Айнагүл тәте шай іш деп қайтадан ертіп келді. Айнагүл барып шықты. Сонан ол кезде анандай залда есік бар ғой, мынандай әйнек есік ше. Ана кісілер қайтадан кіріп тура сол жерге шай ішейін деп келтір екен. Жүгіріп тұрмда есіктің артына тұра алдым, есіктің артына әйнек екен. Ана мен бір ішейін десем есік шықпайды. Көзімді жұттым, мен қорықтым. Суықтан бір жақ қорыққаннан дір. Сол әлі есімнен кетпейді менің. Мен көрмеген қорлығым жоқ. Ал соның бәрі есімізге түсіп ностальгия дейді ғой, сондай болып жатыр. Сендерге рахмет, осындай 50 жылда да қосыла берейік өстіп. 50 жыл өткенде тойханада қосылған нелер? 50 жылдықта мә күшті болды, таң атқанша отырды. Біз бүйтіп қойып, мына қақпаста таң атқанша биледі. Таң атқанша биледі, еше салют атты таң атқанша. Бізде жоқса екен, бізге де жұғысты болсын соны. Ал енді тойымыз тойға баса берсін. Менің асыл құрдастарым, құрбыларым, жан достарым менің. Мына бүгін біздің 40 жылымызына мектепке келіп, 40 жылдан бері қандай бір керемет. Жаңа Халида айтып отыр ғой, Қанаттың туған күні деп. Қанаттың туған күніне бір тарихын неде айтып өтсем болады? Себебі ол туған күн деген ең бірінші рет өзіміз 8 класста бірінші рет қана жасаған, ең алғашқы жасаған туған күніміз. Еще сол күні мен сабаққа бармай қалғам ғой. Жағдай адам қайтыс болып, соңында қонақын аламыз деп сабақтан. Еще туған күнге бармағасың ғой. Туған күнге барып, содан туған күнге барып үйге келсем, ана менің өзімнен үлкен бауырым марқұм болып кетті ғой, енді Бақытбек бауырым айтады ғой. Мамам айтып отыр, қызым жоқ қой. Сабаққа бармай, туған күнге барып жүр деп жаңа айтып отыр ғой. Мен жаңа сүт жасаймын. Қоймайсың ғой, еще сенемді ертесінде бейсен ғой. Ой, оңбаған Манашева деп тұрса, бүйтіп шымшық тұрды. Шымшық болады ғой. Білегінен шымшық, Манашева, ят жоқ. Қонақ алу дейсің, еще деген, неде жүрсің дейді ғой жаңағы. Туған күндерсіңдер, сол бір қыз күндеріміз өтті, рахмет. Сондай күндеріміз жақсы. Балалық шақта өте қатты есте қалған сол Қанаттың туған күні бәріміз есімізде қалған ең алғашқы біздің туған күніміз. Содан кейін қайбір жаңа жылда қайбір неге туған күн жасаса біздің үйде жасайтын. Иә, ескіде әкештерім сол жерде, ой, мамамды жаңа айналдыратын ғой. Үйде жиналатын, сен жырқылдақ қапсың ғой бүгін. Не қылайын деп жүрсің ба деп айтады ғой. Үйде сондай қызықтар көп өтті. Балалық шақта екенін қайта айтып білмейді екен. Сондай күндеріміз өтті. Міне бүгін енді жаңа біреулер айтып отыр ғой. Халида айтып отыр. Алғашқы махаббатым жоқ екен дейді. Азы менен бар екен, арқат жасап кеткен бағана алғашқы махаббатым.
6 класста классқа келді. 6 класста оқып жүргенде келді. 6 класста келді. Содан бұл Алматы оқыған, қыздарды сыйлап, сондай бір керемет. Мен лаборанткамын. Қол жуғызамын, тазалықтың бәрін қарайтын мен. Сөйтіп бәрін сәйттің өздерінің күнінде келгенде, күнделіктер болатын күнінде сәйт деген бәрін төгеді, шаша, апай балаға суын төгеді. Сондай болады ғой. Соны ұялатқан қарқан көріп жүреді ғой. Соны бүгін қарақ дейіз. Сақтап жазып кеткен ғой. Нұргүл оқып сәйт деп тұр. Тауық махаббаттар піш, тауық махаббаттар жазып кеткен ғой. Сол мен тауық махаббат деп бірақ арамызда ішінде жоқ. Содан сәйт маған қарамай, мен оңғармай, арамызда ішінде жоқ, бірақ екеуміз ұяламызда бір-бірімізді ұяламызда қарамаймыз ғой. Сонда баламыз ғой, қазіргілер болса ұяламай жүре жүреді, біз екеуміз ұяламыз, сонда бір-бірімізге қарап, көзімізге көзіміз түйіспейді ғой. Сөйтіп ұялып, сондай балалық шағым солай өткізіп мен. Қазір енді келгеннен 40 жылдан кейін ашып, откровенно айтып отырмын ғой. Сондағы тауық махаббатым сәйт болған. Жоқ, күйеуім отыр ғой. Не күйеуім отыр? Шындық қой, шындық айту керек. Мектептегі өмір ғой. Иә, мектептегі өмір ол. Айту керек, шындық айту керек қой, мысалы. Ал енді бүгін отырысында өте керемет өтіп жатыр. Сондай мен ризамын мына жігіттерге, біздің жігіттерге, келіндерге көп рахмет. Алла нұры жаусын. Алла бала-шағалардың қызығын көріп, осындай ұйымшылықтарың әрқашанда бола беріп, 45 жыл, 50 жылдықта басымызды қосып, осындай бір жақсы марқайып жүре берейік. Міне біздің ұлдар деген келіндер, қыз деп бәрімізді сондай алақанға сайып көтермелеп жатыр. Алланың нұры жаусын. Мен өз басымнан ризамын. Бақытты болайық бәріміз. Міне. Ал достар, құрдастар, мына келілген 40 жылдық мектептеріміз құтты болсын. Бәрімізден отбасыларымызға қуаныш, жақсылық, молынан болсын. Осындай дастарханымыз кеп қуанышқа, жақсылыққа жайылсын. Мына мен 81 жыл сол Алматыда оқыдым, 5 жыл. 6 класста ауылға келдім ғой. Сол ауылға келгенде сендердің бір классына қосылғаныма өте ризамын. Өте ризамын сендердің қосылғаныма. А класста, бір класста қосып жіберсең не істеймін? Мен басқадан мен музыкаға неден келдім ғой енді. Жаңа музыканы Ризахан ағай сабақ береді ғой. Жаңа бәрі отырып, олар жаңа солфеджін жаңадан неғып жатыр. Жаңағы до, ре деп, мен оныған өсіп кеткенмін ғой. Мен любой нотаны бетін ашып, зырылдатып ойнай беретін пианиноны ше. Соны жаңағы Исахан ағай сабағына келдік та, пианиноның алдына отырдым да, зырылдатып періп отырдым. Сөйтсем ана не настройкасы жоқ екен да пианиноның ше. Вообще настройкасы жоқ. Келіп Исахан ағайға айтамын ғой, ағай мына настройкасы жоқ қой десем. Сен жасай аласың ба? Мен сондай қызықтар болған. Иә. Одан кейін жаңағы ауылдың өзінің жайпақтар жағында деген бір ансамбль болды ғой. Соған мен жаңағы немеге бардым. Не үшін? Ой, окей. Баян емес, аккордеонмен өзінше сол 7-ші класста ма, как раз қарағанда аккордеонмен өзінше болып жаңағы клубтың несінде аңыратып ойнап тұрмын ғой. Сол кезде айнакүл барады ғой біз. Мә, біз страшный апай еді ғой. Ана оқышы нағып жүр. Жоғалған адамды қуып содан қалды бәрі. Қазір не домбыра тартпай, не баян ойнамай, не аккордеон бәрі қалды енді. Ойнаймын деп Айманды ойнаймын дейсіз. Айманды ойнаймын.
저 тарих сабағында білесіңдер ме? Ана как раз әлі тәтейдің сабақ еді ғой. Сол кезде ана как раз сол тарих сабағының алдында біз физкультурада шығамыз почему-то. Содан шықтық физкультурадан. Ана ескерткіштің артына барушы едік қой. Билет атамыз. Немене ұят несі жоқ енді тізге отырамыз деген сияқты ескерткіштер. әлі терезеден көріп тұрады екен үшінші этаждан. Содан кешіп береміз ғой енді ана үшінші этажға көтерілген переменнен көрді. Бәріміз келдік жаңағы сумкаға киімдерімізді салып алғанбыз үлкен балалар келдік. әлі тәтейде басын немере сахнаға тұрғызып бәріміз партаның алдына тұрғызып қойды. Тақтаның алдына тұрғызып қойды. бір уақытта сумкалардың арқаларының астында бәріміз асып тұрмыз. бір аяқтарымыз көтеріп деді. Былай тұрмыз ғой. Мә кеттік бір уақытта. жаңағы қарадан жан шыққанда сарыдан жан шығады. Дәурен есімде басып. Дәурен саған қарасам қып кеткен ғой. бір уақытта әлі әдетте себеп теріс қалса бәріміз екі жағымыз тұрып кезек аяғымызды көтереміз ғой бүйтіп. Сондай қызықтар болды енді. Содан мен ойланамын да осы мектепте екі қызды ренжітіп қойыппын мен кезінде. Екі қызды ренжітіп. Мен өзім есімде сол қыздардан кешірім сұрасам ба деп. Осы моментті пайдаланып біріншісі өзіміздің ортамызда Нәзира. Есімде ме сен? Есімде ме? Ол кезде Шүкірбек ағайдың сабағы болайын деп отырмыз. Бізде бір жылда сегізінші бастан Шүкірбек ағай мұғалім болып қалды. Шүкірбек ағай мұғалім болып қалды. Сол сабағы Шүкірбек ағай жоқ әлі. Кінәсаран жанында қанат па біреу отырады сол кезде ше. Жоқ, мен айтты қанат па біреу отырады сол кезде сенің жанында. Бір бала отырады сол кезде. Есімде? 7 ма сол кезде? Жоқ, сенің жанында біреу отырды. Мен мен екінші орын ауыстырайықшы дедім де. Анамен бір әңгіме болды ма бірдеңе болды сол кезде. Орын ауыстырайықшы десе ауыстырмаймын деп. Мен сол кезде қатты айтып жібердім бұған. Қатты айтып мен білмеймін ғой сөйтсем жылап қатты. Шүкірбек ағай кіріп келді. Бәріміз бүйтіп ортада тұрамыз ғой. Нәзира отырды, жылап отыр екен. Енді мен арт жағымда ғой көрмеймін. Бірақ Шүкірбек ағай келді. Әшейін біз тағы отырсын, тұрмай. Бүйтіп көрдім. Ана аса деймін маған бірдеңе мен Шүкірбек ағай ұнатты мені. Шығарды да мен дастарханға. Шығарып алды. Сен мұғалімнің немересісі емессің ба? Мен сен осындай бала деп отырмын, қаладан келгенсің, ана-мына деп. Шірейін құйрықтан теркелдім. Құйрықтан теркелдім, Шүкірбек ағайдың Оны мен ғана кестім, жанында тұрмын. Содан екіншіден жеткен қызым, ол енді марқұм болып кетті, бейбіт марқұм. Физкультура сабағының алдында бәріміз ана спортзалда доп шашылып жатыр ғой. Жүгіріп келіп допты алып бүйтіп ойнап жүрдік қой. Кальцияға лақтырып. Содан мен бір допты алдым да кальцияға лақтырып жүгіріп жүрмін. И менің домымды ана кальциядан Түсіпбек ағаның жері түседі ғой. Соны қыздар алады да мен жаңағы күшік қылады ғой. Есімде ме қыздар? Кімнің есімде? Ешкімнің есімде жоқ па? Менің есімде. Енді мен жаңадан келген кішкене немін ғой. Жүгіріп беремін ана қыздан алай десем, ана қызға жүгіріп барып алай десем, анаған лақтырып жіберемін. Содан жүгіріп жүрмін ананың орталарын еш қыздардың арасында. Бейбіт сүрге, есімде ме? Бейбіт сүрге келіп қалды допшы. Бейбіт сүрге айтамын. Енді жер жағында бармасын, бақым өтіп аршасы. Бейбіт сүрге осыдан осы допты маған бермесең, таяқ жесін деймін ғой жаңағы. Жаңағы бейбіт сүрге допты берейін деп тұрады. Мені дала берген кезде лақтырып жіберіп күйіп кеткен ғой жаңағы жерде шірейіп тұрып жаңағы бірден істеп жүріп тура сол кезде бар ғой аға қыз шыққандай таласаға кіріп келеді ғой көріп қойған ғой сол мені бәрін далаға шығарып жіберіп ойдан келді бәрін шығарып жіберіп маған допты түсіп кетті жаңағы сөздердің бас сөздермен доптарды анерге барда теріс қарап тұр деді теріс қарап тұр артына келіп таласаға келеді ғой бүйтеді жіберіп отырмын ана доптарды екі қыздан кешірім сұрайын деген
Назар кешіресің ба? Назира умыз Мен де музыкальный память ондайларды ұмытпаймын. Құрдастар, достар, отбасымыз күшті болды, әдемі болды. Бәріктің отбасыларына қуаныш молынан болсын. Тек жақсылықта кездесейік. Мына көрген бала шағалардың қыстығын көріңдер, немере шөбересейік. Солардың қыстығына тоймай жүре беріңдер. Басымыз аман, деніміз бүтін болсын. Сол жолын қойыңыздар. Мен бір Жадырапайдың сабағында бір тарихты айтып кетейін. 9-шы класстың орта сосын 4-ші тоқсан Лазира деген Лазира деген Мапаева мен екеуміз бірге отырамыз. Соны Лазира нан алып келіп жүрген. Содан кейін далаға шыққысы келеді. Соны мұрнына сіркенің шейін қаттағы түшкіреді ғой. Лазира шы? Содан кейін жаңағы түшкірген кезде мен күлгенім ғой. Бір уақытта Жадырапайдың сабағы болған тәтейдің есетеді. Манашева тұр деді. Тұрдым. 9-шы класс қой. Содан кейін шық деді. Неге шығамын деп жаман сөйтіп едім. Немене күліп отырсың? Мапаева ғой деп жаман сөйтем. Жоқ, сенсің, шық дейін деп шығарып деді. Жетектеп тұрып шығарып деді. Сонымен жоқ, сонымен орыс тілі сабақ болады, мен сыртта жүремін. Сонымен Зинақ көріп қойғанымда 3 күннен кейін, 4 күннен кейін Манашева, сен календарда жүрсің дейді. Мен Жадыра тәте дегенім кіргізбей сабаққа дедім. Не үшін? Айта алмайсың ғой, енді онда мынандай прямо айту деген жоқ. Сонда дедім, шекшағасын айтасың, содан кейін ертіп барып сөйтіп еді. Зинақ мен кіргізбеймін Манашеваны. Барсын. Деді шығарым, тағы шығарым. Сонымен 9-шы класты бітірдік. 9-шы класты бітіріп, короче, сонымен 90-ық баға қорытылды. 10-шы сынып басталды. 10-шы сыныптан мен ұмытып кеткен екен. 1 сентябрь күні келіп, орыс сабағына барса, тағы кіргізбейді ғой. Сонымен 10-шы класты вообще кірген жоқпын ғой. Зинақ тәте деген Нұргүл кешірім сұрап кіріп, кешірім сұрасақ Жадыра деген. Вообще кешірмей қойдық. Сонымен барлық сабақтан 4-ке шығып, орыс тілден 3-ке шыққасың ғой. 3-ке шығып, сонымен уже троечный сабақ шыққасың ғой мекенде. Сонымен кірмей қалдым, сонымен кірмей кеттім. Сөйтіп өміріміз өтті ғой. Сондай қызықтар болған. Оның бәрі бір есте қалатын дүние екен. Мен әлі сол деген есімнен кетпейді. Егер де Лазира күлмесе, мен күлмейтін дедім. Артымызда Жадырапайға шопан. Сен екеуің кіммен отырып жүрдің ғой? Фархат екеуің отырып жүрдіңдер ғой? Еще деген Фархат деген тұрш отырмайды ғой, марқұм. Бүйтеді ана бузгальдер болады да, шарт дегізеді ғой, Фархатты жібере салады. Еще оған білеміз. Соны бүйтіп, Фархат тұрш отыршы деп жаман сөйтсем дедім. Не қылмайды, одан қаса Рогатовмен Капровник барасың ба, Рогатовмен арсылады ғой, ё-моё. Сондай қызықтар болған. Сондай қызықпен 90-қа 10-шы класты 3-ке бітіргесін орыс тілде. Сонымен орыс тілден жоқпын, қазір нөлмін. Дұрыс қой, дұрыс, міне өмірдің естелігі қызықты сәттер. Еске алып қойған не жетсін деді. Сонымен кешірдіңіз ғой, кешірдіңіз. Дұрыс қанға. О да ерлік қой. 40 жылдан кейін есіне алып тұрып, соның үшін кешірім сұрап тұрып. кешірмеп ұмытпаған. Мына жағын ұмытпаған, ұмытқан жоқ. Мысалы, керемет. Мұраттарыңыз асы болсын, тілдеріңіз тағадағал болсын. Рахмет, тілдеріңізге бір жақсылап алып қойыңыздар. Енді қазір ортамызда бір әнші келіп отыр. Бағана енді Осман айтқан болатын. Лазира ханымыздың артынан арнайы өнердегі ірісі келіп отыр. Есболат қой, Ермұрат ортаға шақырайық, шақырауға жөнеттеріңізбен. Шақырайық, сіздерге де керемет жақсы осы Ақтерек туралы бір керемет ән жазған екен. Ауылымыз туралы дейді. Осы бір тамаша ән сіздердің орнында берсін. Сіздерді құттықтап арнайы келіп отыр. Уақытын бөліп, осы 460-да бір мерекесімен құттықтап кетейін деп, жақсы әнді арнап кетейін деп міне Лазира ханымыздың артынан арнайы ән шашымыз тартып едік. Қабыл алыңыздар. Бір шақырауға жөнеттеріңіз оқылсаңыздар болады ғой, тамаша. Өз ұлдарыңызға. Ассалаумағалейкум, 69-дар, қалайсыздар? Жақсы отырсыздар ма? Ал, сіздердің қуаныштарыңызды бөлісейін деп, Лазира әпкеміздің шашбауын көтеріп келіп қалдық.
Енді сіздер құрметтеріңізге орындалатын алғашқы осыдан естеріңізде болса 7 жыл бұрын бәрімізді коронавирус деп қамап қойған кезең болды ғой. Сол кезде үйде отырып, енді мына үйде отырған халыққа кішкене демеу болсын деген ниетпен оралдық ақын Асылбек Қуанышқалиев деген жігітке сөзін жаздырып, аман болайық бәріміз деген ән жаздырған болатынбыз. Сол ән сіздердің құрметтеріңізге орындап берейін. Мұңаймай-ақ күлейін, күлгімен сөйлейін, бірімізге біріміз жақсы тілек тілейін. Қайғымен кеш батпасын, күлкісіз таң атпасын, бізді бәле жаладан Алла өзі сақтасын. Аман болайық бәріміз, жандарымызда кіріміз, жанатын көрмей жанымыз, ағылсын бірге әніміз. Аман болайық бәріміз, жандарымызда кіріміз, жанатын көрмей жанымыз, ағылсын бірге әніміз. Өмірлік барады, суытпайық араны, қуантайық әр күні, әкелген араны, бақыттысын қорғаны, өмір бірге толады, болашаққа сенейік, бәрі жақсы болады. Аман болайық бәріміз, жандарымызда кіріміз, жанатын көрмей жанымыз, ағылсын бірге әніміз. Аман болайық бәріміз, жандарымызда кіріміз, жанатын көрмей жанымыз, ағылсын бірге әніміз. Еліміз аман болсын, болсын. Жұрт болсын десеңіздер, мына енді композиторлық өнер болғаннан кейін өзіміздің ауылға ән арнамасақ дұрыс болмайды ау деп Ақтерекке арнап бір ән жазған болармыз. Енді бұл енді жасанды интеллектімен жасадық бұны, кішкене қатты таза емес, бірақ қолдан келгенше енді жақсы көңілмен отырсыздар ғой, соны жақсы көңілмен қабылдаңыздар. Бірінші трек. Қоңыр төбе
жайқалған етегіне ақ терегім сен қоймаған бақ берерім бауырыңда туып өскен арман бар ма өзіңе арналған жақсы өлеңім жаманды егер туған қолыңдайсың сұлуға жарасар мұз бұрымдайсың ән арнайын ауылға келайын өмірге қайтып енді туылмайсың ақ терегім сен қоймаған ақ терегім сен қоймаған бақ берерім бауырыңда туып өскен арман бар ма өзіңе арналған жақсы өлеңім Есдәулет шәкіртегі келінімнің артымен қайдам берерім ауылға бір ән арнап жаза алмасам не пайда ұрпағымын ақ терегім сен қоймаған бақ берерім бауырыңда туып өскен арман бар ма өзіңе арналған жақсы өлеңім ақ терегім рахмет отырыстарыңыз жайлы болсын аман болайық бәріміз иә туған жерде жер болмас туған елде ел болмас дейді ауылым алтын бесігім дейді туған жерге туылдық дейді қазақтар деп осылай ақтеректі алып келе беріп ән шығарып әнін шығарып сөзін жаздырдық бүгін алдарыңызда енді бір тұсаукесер деп айтсақ қателеспейтін шығармыз иә аха сондықтан осы ән жылдарыңызға бір шапалақ қошемет соғып қойсаңыздар жерлестеріңізге рахмет қаншадай көңілді рахмет сыйлап келіп уақытын арнап келіп ақтерек деп керемет ән сыйлаған жастарына аман болсын ақтерек бастарыңызға болсын бақтыбек деп қойып тамаша иә ақтерек мән жасай берсін ауылдарыңыз көркейе берсін өсе берсін жайнай берсін тамаша ал өміріңізді қастарыңызға алып отырыңыздар қазір үлкен асымыздар дайын болады бұйыртса
Енді тағы да жақсы ән шырқайық. Одан кейін көтерілген асты ұсынамыз. Одан кейін бүгінгі кешіміздің осы сіздердің бастарыңызға қосылып отырған осы кешке талай еңбегін сіңірген, осы кешті қалай өткіземіз деп Дәурен ағамызға керемет тілек беретін боламыз. Сосын марапат бар. Баршаңыздың бүгініміз алғыс хатпен, грантымен марапаттайтын боламыз. Керемет кештен естіліп болып қалсын деп. Құсып бауыр не бар тағы деп. Ауызға шай, одан кейін шапалақ қошемет дегенде бар ма? Қосаңыздар болады. Ал, келіңіздер енді ер заматтардан ағалардан батамыз алмайық. Кім береді? Кімнен аламыз? Ертайға, өшкен асқа ақпатымыз болсын. Ал, уақытыңыз алдырыңызды қойылды ғой, ауырмей. Бісміллах. Бақ қонып қыдыр дарыған адалдық берсін асыңа, кейін қоныс бейбіт өмір боп, амандық берсін басыңа. Қызықтап дәурен ғұмыр кеш, қарияның келіп жасына 69 қыздар балалар. Байқап тұр. Көз айттым негізі. Көз айттым композитор. Тойдан мен бір ән түсінесің. Бойда қосқысы ме? Алып отырыңыздар. Тағы берген құтты болсын. Ал құрметтіліктер, кішкене құлақтарыңызға қарай бұрсаңыздар, құлақтарыңызды түрсеңіздер. Енді қазір ортамызда керемет тілек берейін деп отырмын. Сосын марапаттау рәсімін бастаймыз. Ауыл халқын етті жеген турап-турап. Неге отырсыздар түлектер шулап-шулап. Одан да өздеріңізге бір шапалақ соғайықшы қаттырақ, будақ-будақ. Бір әуре қойықшы арасына қабыр. Мына енді шабық қайта-қайта келе бермейді. Пенсияны күнде өте берілмейді еді. Ал, ортамызда тағы да бақтымыз деп бір шапалақта керемет ұрайық. Қошеметімізді білдірейік. Көңілімізді патшадай білдірейік. Енді сіздерге бағана айттым, осы кештің ұйымдастырушысы менің кеше ғана жақында танысып отырмыз, әрі көршім болып отырмыз. Көрші болып осыған келіп отырған жайымыз бар ғой. Дәурендей ағамызды ортаға бір шақырсақ, Абек Дәурен ағамызды, Қожабергенова Ләззат әпкемізді, Шонарбекова, дұрыс па? Шонарбаева Шолпан дейді. Одан Бекболов. Қосай ағамызды ортаға бір шақырайық. Шақсайтарыңызды аннаңыздар. Одан кейін марапаттау рәсімі сіздерді марапаттап берейік. Ортаға аты қалған түлектер билеп шығыңыздар. Кет қана деп билеп шығайық. Дәурен аға, қош келдіңіздер. Береке құтты болсын, көптен күткен өнер. Той беру оңай, туаңын өткізу оңай. Бірақ осындай классистардың басын қосу өте қиын негізінде. Сондықтан күш жіберу керек. Старостымыз бар. Қош келдіңіздер. Береке құтты болсын. Көңіліңіз өте тамаша болсын, көтеріңкі болсын. Енді көптен күткен тілегіміз сіздерге келіп жетті. Ал ақпараттың сырларыңызды, әдемі тілектеріңізді, жүрек жарғы тілектеріңізді сыныптастарыңызға арнауға болады. Одан кейін біздің кереметтей
марапаттау рәсіміміз бар. Ал енді тағы да қош көрдік құрдастар. Міне керемет Алатаудың баурайында біздің 40 жылдық кездесуіміз өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Керемет отырыс, керемет дастархан, керемет асаба. Біздің жігіттерге мың алғыс. Енді менің Ертай құрдасым айтқандай, живой староста болдым мен енді. Ертай айтты ғой, живой старостаның белінен бірінші рет ұстап көрдім деп. Солай айтқандай, барлығына тілерім, дендеріңе саулық, өмір жастарыңызда болсын, көзге көрінген бала шағаларың аман болсын, немере шөбере көп болсын, әр уақытта Алланың назарында, бақыттың базарында болыңдар. Мен барлықтарыңды жақсы көремін. Бүгін бізге балалық шаққа саяхат жасаған біздің жігіттерге мың алғыс. Өте жақсы өтіп жатыр бәрі. Бәрі көңілді. Ешкімде кредит жоқ, ешкімде проблема жоқ. Только 100 грамм қарт күлкі, табақ ет. Қазақтың сол ғой енді. Аман болайық бәріміз. Жылда осындай жақсы отырыстарда бас қоса берейік. Енді бір класста 14 қыз бітіріп, соның 12-сі жиналып отыр. Ол да біздің өзіміздің жігіттерге деген ақ ниетіміз шығар деп ойлаймын. Бәрі сразу келеміз деп. Енді келе алмаған күйеу балаларға сәлем айтыңдар қыздар. Енді мына келіндерге де рахмет. Бізді қошеметтеп жатыр, бағана сағат 12-ден бері ішкізіп жатыр, жегізіп жатыр. В общем, бәрі керемет. Только бәрі тамақ во рту тает, слюна течет. Бәрі керемет. Мың алғыс барлықтарыңа. Құрметті класстастар, осындай қиын заманда ештеңеге қарамай осы жерге бас қосып келгендеріне рахмет. Барлықтарыңды осындай кездесуге келгендерге көп рахмет. Осындай басымыз әрқашан қосыла берсін. Жақсылықта кездесейік. Заманымыз тыныш. Жақсылық болсын бәрі. Құрметті класстастарым, құрдастарым, бүгін жақсылықта басымыз қосылып жатыр. Сендерді көргенде өте қуаныштымын. Әрқашан осындай тек қана жақсылықта, қуанышта басымыз бірге берсін. Сендеріңіз отбасыларына амандық, елдеріңе саулық, ақшаларың көп болсын, ауырмаңдар, аман есен өстіп, ортамыз толып жүре берейік, аман есен. Тек қана жақсылықта кетейік. Ал құрметті 10-шы Б класы. Мейрамдарың құтты болсын, 40 жылдық кездесу мәңгілік болсын. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Сіздерге арнап бір шумақ өлең оқып қояйын. Ол күндер бізден мәңгі жырақтады. Ол күндер бізден мәңгі жырақтады. Еске алсақ сағыныштан жыраққаны, класстастар естеріне алыңдаршы, қызықты сәт сол кездегі кластары. Шынымен тәтті күндер артта қалған, әр сәттерді ойыма сақтап алған, оралмайды ол күндер енді қайтып, сағыныштан жанарым жасқа толған. Сол кезде әдебиетке құштар жаным, көріңіздер ойымның ұшталғанын, есіме жиі оралады, мектепте білім берген ұстаздарым. Оқушы едім, қолымда бар қаламым, галстукке сүрте салған сиядағын, қыздардың атын ойып жазып кеткен, елестейді көзіме парталарым. Енді міне есейіп әке болдың,
Ару қыздар ақ жаулықты ана болдың. Жастық шаққа көз салсақ сағынамыз, шаш ағарып әрбірің дана болдың. Қызығай, балалығай, сағындым-ай, есімнен шығармаймын бәріңді ай. Бір үйдің баласындай өсіп едік, ал енді айтыңдаршы қалдарың қалай. Құтты болсын, қырғыздарың. Керемет, керемет. Bir шағын ұшырсақ па, шағынызға ардайым. Өте жүректен орын алатын өлең шумақтары. Бірінші, екінші дикциясы оқығаны нағыз Мұқағали Мақатаевтың дауысы ғой. Шын айтсақ қойыңыздар. Жоқ, шынымен де, иә? Маған солай елестеп тұр. Мұқағали атам, иә, шынымен де өте керемет. Ана қарасаңыз деген өлеңдер бар ғой, Мұқағалидің сол сияқты, иә. Керемет, өте. Өлеңдеріңіз шумақтарыңыз талай берсін. Тағы да керемет өлеңдер сізден шығады. Мен сенемін бұйырса, қалам тербейтін бір мықты азамат болғыңыз Алла бұйырса. Қазақ еліне дегенде бір керемет осындай шабыттанып өлеңдеріңіз шыға берсінші. Алла қаласа кітап жазыңыз. Кітап жазыңыз. Сіз оған жетесіз міндетті түрде. Әрине болады ғой. Мен терім айтпайын, жырау айтпайын. Ал енді бір қазақтың халық әні Ақаң серінің мамангерін айтып берейін. Маң кер Маң кер